Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Нұрайым. Бүгін универсал қамырдың рецептімен бөлісетін боламын. Яғни бұл қамырмен үзбе бауырсақ жасасаңыздар болады, табанан жасасаңыздар болады. Мен сосиски в тесте жасап көрдім. Өте жұмсақ болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды саламыз. Сонан соң 1 шай қасық дрожж, 1 шай қасық тұз қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң жылы суымызды, суларыңыз ыссы болмасын, жылы суымызды аз-аздан құя отырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымыз қатты болмауы қажет, орташа консистенцияда болуы керек. Мінекей дайын болуға жақындады. Жан-жағын кішкене жиыстыра отырып, басын біріктіреміз де жылы суымызбен осылай басып қоятын боламыз. Қамыр неғұрлым жұмсақтау болған жақсы. Тез көтерілуі үшін мен осындай үстіне бірінші табақты бастырып қойдым. Егер де қамырларыңыз мол болып жатса, осындай үлкен ыдыспен бетін жауып қоя салуға болады. Егер кішкентай болса, неғұрлым жаңағы қалған бос ауа аздау болса, соғұрлым тез көтеріледі қамыр. Ол кезде мінекей осындай әдісті істесеңіздер болады. Ішіне табақты төңкеріп қойсаңыздар, өте тез көтеріледі қамыр. Қақпағын жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоятын боламын. Қазір қыс айы болғандықтан нан көтерілмей қалып жатады. Сол себептен мен көрпеге орап, осындай батарейканың қасына қойып қойдым. Бір сағаттай уақыт тұрған соң қамырымызды қараймыз. Көтерілгеннен болса, тағы да кішкене ыдысымызға жылы су құйып аламыз да, қолымыз бататындай қылып. Сол жылы суменен бір бастырып қоятын боламыз. Нанды неғұрлым осылай бастырған сайын өте жақсы болып шығады. 3 ретке дейін бастыруға болады негізінде, бірақ міндетті емес. Мен 1 рет осылай бастырдым. Осыдан кейін, осы бастырғаннан кейін тағы да 1 сағаттай қойып алдым. Сонан соң бауырсақты пісіруге кірістім. Осы жасап жатқан порциямыздан 2 табанан шығаруға болады. Тағы да 40 минут өткеннен кейін осылай менің қамырым әдемі болып көтерілді. Тағы да бастырып жібереміз. Сонан соң бауырсақты дайындауға кірісетін боламыз. Ең алдымен осылай бір ыдысқа су алып алыңыздар. Сонан соң табаңызды қыздырып алдын ала дайындап, майымызды құйып жететіндей қылып, бауырсақ бататындай қылып май құямыз. Майымыз қызғанша күтеміз. Сонан соң суға қолды батырып, сонан соң кішкене бөліп алып, дөңгелек етіп бауырсақтарды пісіріп алатын боламыз. Қолыңызбен соза отырып, осылай жасап шығамыз. Дайын болған бауырсақты түсіріп аламыз.
екі бетін қызартып барлығын қуырып шығатын боламыз. Сосиски тестені де дәл осылай қолымызбен соза отырып, ортасына салып, сосискиді қолымызбен жақсылап жабамыз, сырттарын. Сонан соң пісіріп аламыз. Осымен барлығы дайын болды. Мінекей. Өте дәмді болып шықты, жұмсақ болып, бетін жауып немесе пакетке салып қойсаңыздар, ертеңіне де өте жұмсақ болып тұрады. Осылай жасап көріңіздер. Ештеңе қоспасаңыздар да, тек қана ұнменен, сумен жұмсақ бауырсақ шығаруға болады. Сіздермен болған мен Нұрайым. Менің каналыма жазылып, тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, ойларыңызды білдірсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Алда әлі де қызықты рецепттер болады. Менің арнамнан алыстамаңыздар. Әзірге сау болыңыздар.